Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін өте дәмді, ерекше, езілмей шығатын түшпәрә жасайтын боламыз. Бір жасағаннан шығатын болады. Рецептпен бөлісетін болам. Менің каналымдағы қоңыраушаны басып қойсаңыздар, бірінші болып көретін видеом, және де тіркеліп, лайк басуды ұмытпағайсыздар. Өте керемет, өте дәмді түшпәрә жасайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай езілмей даққа әдемі қылып жейтін боласыздар. Енді біз осындай 3 пияз, картошка, сәбіз, ет бәрін салып алып қуыратын боламыз. Шөміш май құйдым. Енді түшпәраның ішінде ет болғандықтан мен азғантай ғана салдым ішіне. Пиязымызды жақсылап қызыл қылып қуырып алатын боламыз. Қанша қуырған сайын сонша дәмді шығатын болады. Сәбізімізді де жақсылап қуырып алатын боламыз. Ішіне томат салып алдым, қызыл болу үшін. Картофелімізді салып алдым. Ішіне су құятын боламыз. Су, пипраба, лавр жапырағын салып алатын боламыз. Укроп кептірілген. Мен осындай 3 жұмыртқа, 100 грамм суға, тұз жақсылап осыны араластырып, ертіп алып, жұмыртқа інесін ұнмен қамыр елеп алатын боламыз. Қамырына өте езілмей, өте дәмді болып шығатын пельмени жасайтын боламыз. Бір суала қамыр шықты, менде осыны пакетке қойып, иі қанғанша қойып қоятын боламыз. Енді парштың пиязбен үстіп өткізіп алдым. Қара бұрыш, тұз, менде етте тұз болғандықтан мен тұз салмадым. Осыны жақсылап езіп, ішіне салатын мені дайындап алдым. Жаңа қамырымыз дайын болды. Осыны дөңгелектеніп жақсылап жайып алатын боламыз. Дөңгелек қылып жайып алатын боламыз. Ортасына қолыңызды апармай, екі шетінде жаятын болсаңыз, дөңгелек әп-әдемі топ-домалақ болып қамыр шығатын болады. Көріп тұрғандарыңыздай топ-домалақ өте әдемі қамыр болып шықты. Енді біз осыны қырқып алатын боламыз. Спичканың көмегімен қырсаңыздар болады, көз мөлшерімен қырсаңыздар болады. Спичканы өстіп қойып, қырқып алып, бірдей әдемі болып шығады қамырларыңыз. Көріп тұрғандарыңыздай спичканың көмегімен қырқып алдым. Жаңа қамырымызды енді паршымызды жақсылап салып, пельмени түйіп алатын боламыз. Езілмей өте дәмді болып шығады.
дәл осы мен істегендей болып істесеңіздер езілмей таққа болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай уже бәрін түйіп алдық. Езілмей өте дәмді, ерекше болып шығады. Видеоны ақырына дейін көргендеріңізге рахмет. Қош сау болыңыздар. Мен алдыда тағы да видеолар шығаратын боламын. Міндетті түрде еңбегімді бағалап, лайк басып, комментарий